Сәлем достар, сіздермен Айкерім, менің каналыма қош келдің. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын кабачкидан торт әзірлеуді көрсететін боламын. Барлық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен помидор, жұмыртқа, укроп, чеснок, май, ұн, майонез, кабачки керек болады. Кабачкиімізді алып, теркадан шығарамыз. Осылай майда етіп, бәрін теркадан шығарып аламыз. Үстіне тұз сеуіп, қолымызбен жақсылап еземіз. Суы шыққанша араластырып, суы шыққан соң қолымызбен осылай сығып басқа ыдысқа салатын боламыз. Суын сығып тастаймыз. Міне мен суын сығып болдым. Енді осының үстіне 3 жұмыртқамызды шағамыз. Шағып болған соң жақсылап араластырып, біркелкі болғанға дейін араластырып жібереміз. Үстіне тұз себеміз, кішкене май құямыз. Майымызды құйып, араластырып аламыз. Араласып болған соң үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды да жақсылап араластырып, біркелкі болғанша қозғаймыз. Міне менде біркелкі болды. Енді осыны қызып тұрған майымызға кішкене май жағып жібереміз. Үстіне тестамызды саламыз. Вилкамен жаятын боламыз. Әйтпесе жайылмайды. Ақырындап жаямыз. Егер қамырыңыз жайылмай, бір-біріне жабысып, аударылмай жатса, ұнды көбірек салып жіберіңіздер. Осылай былай аударғанда аударылу керек. Егер сізде аударылмай, былай жыртылып кетіп жатса, ұнды көбірек салып істеп көріңіздер. Міне менде жақсы шығып жатыр. Міне бәрін пісіріп алдым. Міне майонездің ішіне чесногымызды турап салып жібереміз. Тарелкаға осылай қойып, майонез біркелкі жағып, үстінен помидор қойып шығамыз. Осылай барлық кабачкиіміздің арасына жағып, үстін теріп шығамыз. Міне менде дайын болып қалды. Өте дәмді, өте күшті шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер осы видеоның соңына дейін қараған болсаң, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кет. Сонда менің салған әрбір рецептімді өткізіп алмайсың. Сау болыңдар.